Ассаламағалейкум, құрметті жанкүйерлер. Бүгінгі Шана бапкерінің бірінші жеңісі құтты болсын. Қайсарды 2-1 ұттық. Біздің 21-ші подкастымыз. Бізде қонақта өзіміздің Мерей Ерсайын және Нұрбол Молекеш. Жігіттер, қош келдіңдер. Және Ернар Жай жігіт. Және мен. Қош көрдік. Қайырлы кеш болып тұр шынымен де бүгін. Көптен бері мынандай жеңісті көрмеген. Ақтөбенің жігерлі жеңісі, камбэк. Ақтөбелік мінез туралы көп айтатын едік бүгін нағыз. Ақтөбенің мінезі көрінді. Соңғы бір 10-15 минут қалған кезде 2 гол соғып жеңісті жұлып алды жігіттер. Жарайсыңдар деген біледі тек. Ақтөбеліктер үшін жеңіс құтты болсын. Сосын Ақтөбенің күй боласы болады сол. Ақтөбенің намысын алды ғой. Қалай бүгін қарасақ енді матчта кілең ақмаржандар гол соққан екен. No to расизм әрине, бірақ қалай АПЛ-дің деңгейіндегі матч болды ғой. Мозес оған қарсы Лушнани, сосын жаңа Оджо шықты, Ливерпульде ойнаған. Соса енді 2-бастан дубль жасап мықты Соса. Сол жігіттер құтты болсын. Жеңіс. Валидольный ойын болды. Бүгін жаңа подкастқа келе жатқан кезде матчты қарап келе жатырмыз ғой енді жолда. Ұтылып жатты. Бір кезде теңестірді, одан кейін жеңісті жұлып алды. Неше түрлі эмоцияларды бастан кешіріп, не айтамыз деп айтқан кезде ақыр соңында осылай жеңіс сыйлады. Өзің қалай ойлайсың, Нұреке? Жалпы көптен күткен жеңіс қой сырт алаңда расымен. Таркович мырзаның да болған уақытта жеңіске жете алмадық. Черепченко келді. Бірінші жеңісі әрине ең бастысы. Жалбыровтан кейін әрине. Өте жақсы ойын болды. Меніңше атмосфера өте жақсы болды. Стадион расымен АПЛ толы, жанкүйерлер толы расымен. Соса өте жақсы бүгін ойын өткізді. Себебі ғана кейбір жанкүйерлер Сосаға өте риза болмай жатқан. Соса келесің осында не керек деген сияқты. Ойын өзгертті, расымен жеңіске жеттік. Бірінші тайм әрине маған көңіліме шыққан жоқ. Өте сүрінсіз Ақтөбе ойын өткізді. Бірінші таймда Гусейповтар, Досамағамбетовтердің ойындары өте сүрінсіз. Расымен қорғаушыларымыз өте нашар. Қазіргі таңда жасы келген ойыншылар, ол бір себебі Августиноны шаққа ұстады. Қайсардың ойыншысын көз алдымда Мозестің қалай айырылып қалғанын түсінбедім расымен. Гусейповтың қалай қашып кеткенін түсінбей қалдым Мозестің. Расымен түсінікті, ол бұты әлемдегі топ ойыншы, Мозес жасыратын ештеңесі жоқ. Бірақ басқа команда салым Ақтөбеге салғанда қызық, бәрімді таңғалдырды расымен. Әрине бұл жерде көптен күткен жеңіс, бір су сепкендей басылдық. Егер де тең нәтижемен аяқталғанда, немесе Ақтөбе ұпай жолатқанда, қазір жанкүйерлердің ашуы 3 есеге, 5 есеге өсе кететін еді. Сондықтан да бұл Ақтөбенің бір ашуын басты жеңіс. Расымен көптен күткен жеңіс. Сосаға рахмет айтамыз. Оджоның бірінші ассисті. Маған бүгінгі ойын ұнаған бір ойыншы бар, ол Лушнани. Өте дриблинг, өте мықты. Сол қаптағы ойыншылар қайсардың шамы терлетті. Сондықтан да мықты ойын болды. Надинің шеберлігімен әрине ассисті берді ол бір ойында. Мозес гол соқты, Нани бүгін ассист жасады. Сондықтан да өте жақсы деңгейде ойын болды. Расымен Ақтөбенің, көптеген Ақтөбенің осы қазір Ақтөбенің бұрынғы Ақтөбемен бір соңғы минутта гол салғанын күтіп жүрдім негізі. Баяғы Ақтөбе расымен мінез көрсетсе екен деп бүгін 93-те гол соқты. 94-те гол соқты. Сондықтан да әрине жеңіс бәрімізді қуантады. Расымен бір аптаға жетеді деп ойлаймын бұл жеңіс. Төрттікте қалдық ең бастысы. Черепченко бірінші ойыны, бірінші жеңіс. Төртке көтерілік. Сондықтан барлықтан жеңіс құтты болсын расымен. Ақтөбеліктің жаңа Ақтөбені аттерлеп барған жанкүйерлердің несі ғой, жеңісі ғой, жалпы үміт ақталды. Себебі
10 сектордың алдыңғы нелері кинодан қол боса алмай жатты. Расымен бүгін бірінші выезд барды, отты үлкен құрмет. Сондықтан да әрине Ақтөбеге жанкүйерсіз Ақтөбе емес. Сондықтан да үлкен рөл атқарылды. Бүгін стадионда Ақтөбенің жанкүйерлерінің дыбысы естілді. Оны микрофоннан бәріміз тікелей эфирде көрдік, қарадық. Сондықтан да үлкен респект 10 секторға, расымен үлкен жанкүйерлік танытты. Жанкүйерлердің жеңісі де еңбегі дейсің ғой. Иә, еңбегі. Ернар өзің? Иә, сол жанкүйерлерге қуаныштымын. 500 шақты адамдар барды Ақтөбеден, автобуспен, пойызбен сол жиналып отқанды біз тоже қуандық. Тоже разный реакция болды басында. Мозес ешкімге гол соқпай, даже жаңағы соңғы орында. Бірінші гол ғой, ол Мозес қателеспесем, иә? Именно. Бірінші гол. Сегри бірінші орын. Алды пенальти соқты соңғы ойында. Ешкімге соқпай болды. Ақтөбеге соққаны шындандық қой енді. Целый сезон бойы ешкімге соқпай гол. Ақтөбе соққаны. Ақтөбеге келген кезде бәрі мықты ойнап кетеді ғой. Сол ғой Ақтөбе. Мозесті қалай ауыстырдық? Ферапонтов қайсада ойын жүрген жоқ. Ақтөбе расымен екінші таймда кәдімгі полностью жеп қойды ғой. 45 минут доминировать етті. Өте он адам осы ойын. Расы бірінші таймда ешқандай Ақтөбе шабуыл жасады, ешқандай креатив болған жоқ. Шабуылда Айымбет әлі формада емес, жасыратын ештеңесі жоқ. Мигель де әлі бағымда емес. Мен түсінбедім бұл ойыншыны. Мен үшін Мянг, кешірім сұрайын. Мен үшін түсініксіз трансфер, ол жасыратын ештеңесі жоқ. Сондықтан Ордесте жанкүйерлер сұрап жатыр, Ордесте жарақат бар, қателеспесем. Оны жанкүйерлер айтады, неге ресми ақпарат шығармайды деген сияқты. Ода жарақат бар. Сондықтан да сол мана айтқанымдай Абат әлі бағымда емес, Миян әлі бағымда, ойыншы да әлі бағымда емес. Сонда Кусяповке күніміз жаңа Досмағамбеттерге деген сияқты ойыншылар күніміз қарап отыр. Қайратты травма жарақат, сондықтан да әрине бүгін ойын кішкене бір көзіміз ашылды. Расымен ойлап едім, бүгін ұпай жоғалтсақ білмеймін. Ақтөбені бәлкім бір доғалап алған сияқты деп ойлаймын. Бәрінен күндер үзе беруге болады бүгін. Маусымда. Енді сен Мянг деп отырсың ғой, Мянг деген ол андай ротация ретінде алған сияқты оны. Енді мысалы жаңағыдай кешегідей біреу қызыл қағаз алып қалса, сосын Ордес сияқты біреу жарақат алып қалса, соның орнынан шығаруға сондайға алған сияқты. Былай негізгі құрамға шығару үшін емес. Бірақ сол закон подлости ойнап кетті ғой неде, Петропавлда. Ерланов та қызыл алып кетті, Мянг та қызыл алып кетті. Сосын олардың алмастыратын адамы енді Талғат Кусяпов болып қалды да. Бірақ енді екінші тайм дегенмен келсем, бірақ ана сол Қызылжармен ойыннан кейін Черевченко айтып еді ғой, біз деген әсіресе екінші таймда неге қарсыласқа қысым жасауға дайындаламыз деп ше. Бірақ естеріңде болса, сол Петропавлда ойынның алғашқы таймы мықты болды ғой. Бірінші тайм мықты болды да, екінші таймда әлсіреп қалды команда. Не екені түсініксіз да. Ал мына неде Атыраумен ойында, Түркістанда өткен екінші тайм жақсы болды да, мына ойында да екінші тайм жақсы болды. Яғни сол Черевченконың өзінің негізгі көздеген тактикасы бірінші таймда шамалы қарсыласқа нені беріп, инициативаны беріп, екінші таймда толық доминация жүргізу алаңда. Мен статистиканы қарап отырмын. Алғаш жалпы матч бойынша 69-да 31 допқа иелік ету. Ақтөбе командасының пайдасына, және 28 соққы бағыттаған матч бойында 28 соққы. Қайсардың бағыттаған соққысы небәрі 7 соққы. Яғни бұл жерде деген қанша есе көп мына жерде деген үлкен айырма. Және қақпаға дәл бағытталған соққылар 9-да 2 Ақтөбенің пайдасына, 9-да 2. Және бұрыштамаларда 9-да 2. Сондықтан да білмеймін, енді әсіресе екінші таймда Ақтөбе 19 соққы бағыттаған. Бірінші таймда 9 соққы бағыттаған. Яғни екі есе басымдықты көріп отырмыз екінші таймда. Да, Даниэль Соса да өзінің жақсы қырынан көрсетіп жүр. Өткенгі подкастта да біз мақтадық қой. Даниэль Соса соңғы маусымы өткізіп жатқан, оның осы маусым аяқталысымен оның несі келісім шарты бітеді. Сондықтан да ойлаймын, Даниэль Соса нағыз өзінің үлгісін көрсетіп жатыр басқа легионерлерге, қалай команда үшін, қала үшін, жанкүйерлер үшін ойнау керегін, және екінші жағынан өзінің контракт үшін де ойнап жатыр да бұл жігіт.
яғни өзін көрсету арқылы басшылыққа дәлелдеп жатыр, міне мен командаға керекпін, осындай нағыз шешуші сәттерде мен команданы алып шығамын, сондықтан да менің келісімшартымды ұзартыңдар деген сияқты. Мен қазіргі статистиканы қарап отырмын, соңғы 5 матчта Даниэль Соса 4 рет гол соққан Премьер лигада. Ал үлкен нәтиже. Қазіргі таңдағы Ақтөбе командасының үздік сұрмергені болып отыр. Шужинаевтың алдына шығып кетті. Жарақаттан көп уақыт ойнаған жоқ қой, негізі 2 айдай ойнаған жоқ. Соның өзінде міне 2 голмен тұрған айды. Соңғы 5 ойында 4 гол соғып, Шужинаевтың алдына шығып, қазір міне ең үздік сұрмерген болып тұр команданың. Сондықтан да Сосаға тек браво дейміз. Даниэль мықты. Осы бабымен жалғастыра берсе, оған таңғалмаймын, жаңа контракт беріп қалса басшылық. Әрине. Жаңа контракт беру керек, жалпы ойыншылар. Мысалы, ортада үштік, мысалы, Альварес қалай шықты мана. Ойынден кәдімгі расымен прессингте прессинг, шабуылда шабуыл. Жалпы осыны ойыншылардың ротациясы осындай ұнайды. Жаңа Альварес отырғызды, екінші тайм шығарды. Атанасов жұбы, жаңа Жуков 3 жұп, мысалы, Қайсардың сол қапталымен, оң жақ қапталымен біраз шаршатты расымен. Букареста енді Букарес жас емес қой, расымен. Өте енді жасы келген ойыншылар ғой. Сондықтан да ортадағы ойыншылар ұнады, Альварестің қалай допты алып жүру қысым болды ортадағылар. Атанасов енді шынымен де топ деңгейде өнер көрсетіп жүрген жартылай қорғаушы ғой, шынымен де үздік трансфер деп бағалаймын өз басым, және менімен көп жанкүйерлер келіседі деп ойлаймын. Әрине. Сосын мына енді көп жанкүйерлер ақтөбелік барды деп айтып жатырмыз ғой. Қызылордаға кеше әлеуметтік желілерде жазып жатыр жаңағыдай. Тегін билетті аз берген, одан соң жаңағы қалған билеттерді сатып алуға ұсынды деп, сол туралы не ойлайсың сен, Нұрбол жалпы? 2-3 пікір. Қазір біреулер айтады, бар болғаны 500 теңге ғой, оны сатып алса болады ғой деп. Бірақ ақтөбеліктер кез келген қонақ командаға тегін ұсынады ғой, қонақ секторда. Тегін чекті береміз ғой. Негізі ол жалпы регламент бойынша солай ғой, мен қателеспесем. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында, мысалға, сен қалай сен айтасың, сен Ақтөбеден келіп тұрсаң, кез келген секторға билетті ала бер, кіріп сайттан деп айта алмайсың ғой сен. Ол мүмкін Ақтөбенің несімен, шарфымен, жейдесімен Қайсарлардың арасына отыратын шығар да, Қайсардың жанкүйерлерінің арасына отыру деген қауіпсіздікке қарсы ғой мысалға. Сондықтан да қабылдап жатқан команда бір секторды тегін босатып, сол жаққа барлығын кіргізу керек қой. Сосын оның жанына жаңа оцепление қояды, не қояды деген сияқты. Ешқандай төбелес кикілжің болмау үшін. Меніңше солай сияқты. Өзің қалай ойлайсың, Нұреке? Жалпы мен бұл ақпарат шыққан кезде негізі таңғалған жоқпын. Бұл бір Ақтөбе қайда барса да біздің Ақтөбеге қастандық жасалады. Ол үшіншіден ұялмаса билеттің бағасын көтеріп жүреді. Ол бізде бар. Ол қандай команда? Ол алматылық Қайрат. Ол жасыратын ештеңе жоқ. Астанада сөйткен сияқты. Астанада сөйтті. Ордабасы сөйтті ойлаймын биыл, негізі қателеспесем. Биыл Ордабасы 300 билет тегін берді. Енді қалған билеттерді не істеген шығар енді. Енді меніңше расымен бұл жерде ойланатын нәрсе бәлкім жеке команда, мысалы Ақтөбе жанкүйерлер ол пайда көріп қалайық деген сияқты. Енді Ақтөбеден қонақ Ақтөбеден басқа олай бармайды ғой. Расымен тек биыл тек Ордабасы шығар. Мұндай жаңа мықты басшылармен тек чартермен деген сияқты жанкүйерлер кетіп жүрген. Демеушілердің арқасында. Демеушілердің арқасында. Ал жалпы Ақтөбе жанкүйер өз қалтасынан барады, ешкімнен сұрамайды. Өз қалтасынан барады, оны жасатын ештеңе жоқ. Сондықтан да бәлкім осыдан шығар пайда көретін. Жалпы жаңағы өзінің Ақтөбенің өзінің ультрастары меніңше оған қатты қарсылық көрсетпейді, себебі ол инженерлік жағдай, олар соларға дайын болып барады. Төбелессе де жаңағы не істеді, оларға да провокация жасаса да, олар да сол бәрі дайын. Сондықтан да билет расымен олар білмеймін, Қайсар пайда көре ма, көрмей ма, ол бәлкім біреудің схема шығар, бәлкім. Сондықтан да Ақтөбе биыл ең басы жеңді. Сол үшін оларға осындай сәлем болды деп ойлаймын, өз басым. Осылайша жауап жаңа таспен ұрғанда аспен ұр дейді ғой. Әдемі жауап берді шынымен команда. Енді бірақ ана комментарийде жазып отыр ғой жаңағы енді
біздің команданың жанкүйерлері емес, басқа жаңағы мүмкін Ордабасының жанкүйерлері, Қайсардың жанкүйерлері комментарий жазып отыр. Неге жылай бересіңдер? 500 теңге ғой бар болғаны, 500 теңге мен ақ алып берейін анау. Ол мәселе ақшада емес қой, ол мәселе қонақжайлықта ғой. Сен деген жаңағы енді Айбек Қабылша деген әріптесіміз де айтып отыр ғой, мен тыңдап шықтым несін видеосын, басында матчтың алдында. Нақты келетін сандарыңды айтыңдар дейді да, мыңдаған жанкүйерлер келе жатыр деп айтып жатсыңдар, нақты санын айтыңдар, комментарий жазыңдар, қаяқтан келе жатсыңдар, немен келе жатсыңдар, біз нақты санын білейік, анықтайық дейді да. Мысалы, ол нақты санын не керек сен анықтайтын, ол просто ссылка жіберетін болсаң, оны ол кез келген адам сатып алады ғой, ол ешқандай қиындығы жоқ. Адам нақты санын сұрайды, егер сен шынымен де қонақжайлық танытып кіргізетін болсаң, сондай кезде мысалға сұрайсың ғой, үйге қонақ келе жатса, неше адам келе жатсыңдар, тойға келесің бе, келмейсің бе деген сияқты. Сондай әңгіме ғой, мысалға. Мен сол жағын түсінбедім. Одан кейін ол ақталып, там ананы айтып, мынаны айтып, ол не керек ол ұзақ әңгіме қылып оны. Жалпы Ақтөбе деген орталық стадион қойғандары талай командаға тегін кіргізді ғой, бір секторда берді ғой, мә. Төлемей ақ ол енді регламент бойынша ол кәдімгі регламент бойынша бір нәрсе ғой ол. Сонда да бізге тек қоғамдағы жанкүйерлер қашан келеді деп күтіп отырдық қой біз. Қайсардың жанкүйерлері біршама келді ғой. Қызылордалық студенттер көп оқиды ғой Ақтөбеде. Біз ақша требовать сұраған жоқ, мысалы біздің руководство, сондықтан да білмеймін, сыйға сый болу керек деген сияқты меніңше. Ең бастысы бүгін ең бастысы жеңдік, сол қалғаны бәрі ерунда ғой. Өздері білесің. Ертең көреміз, Қайрат, Астана жанкүйерлер, Ордабасы жанкүйерлер барады, сонда ценаны көтере ма, бағасын көтермей ма, сонда ғана қызық болады. Если принципиально Ақтөбе істесе, онда басқа әңгіме. Сосын жаңағы пікірлерді мен көрдім, мына жергілікті қызылордалық жанкүйерлердің де жазып жатқан көрдім, басшылықтың жаңағы құйтырқы әрекеттері биыл ұнамайды, шынымен де билеттің саясатын өзгертіп жіберді, бүкіл мына балалардың секторы мен ересектердің секторларының барлығының бағаларын бірдей қылып тастады деген сияқты сондай қызылордалық жанкүйерлердің де пікірлерін естідім, яғни ақтөбелік жанкүйерлерге солидарность білдіріп, мысалға сондай әңгімелер айтылып жатыр да, пікірлерде байқап қалдым да соны. Яғни басшылықтың жалғыз қонақ командалардың жанкүйерлеріне емес, өз тіпті Қайсардың жанкүйерлеріне қасандық жасап отқаны туралы әңгімелер айтылып отыр да. Енді бұл өсек аяң емес, қалай бар солай айтылып тұрған әңгіме ғой, былайша айтқанда. Сол ең бастысы өзің айтқандай Ақтөбе жеңіске жетті. Қайсардың стадионы бір ақпарат бар. Қайсардың стадионы біз Ақтөбенің компаниясы салды. ВД-строй деген. Бір жылда, 2 айда. Енді сол компания біздің де стадионды салып жатыр. Сол 3 жыл деп айтылды, бірақ тез саламыз деп айтып отыр. Жоқ, енді мына Қайсар арена деген былай Қызылорда деңгейінде жақсы стадион ғой. Ұнады, мен өзі басым болған жоқ, мен мына матчта трансляция бәрі жеңіп болып тұр. Баратындай мүмкіндік болмай қалды енді. Үйде жаңа жеке шаруалар болып қалды деген сияқты ғой, былайша айтқанда. Негізі барғым келіп еді өте қатты. Себебі мына визуально қараған кезде әдемі көрінеді. Трансляцияға да жақсы, былай жақын орналасқан, алаң сапасы да жақсы сияқты жасанды болса да. Сондықтан да негізі барып көретіндей стадион. Ақтөбе алғаш рет ойнап отыр, қателеспесем осы стадионда. Алғаш рет стадион бірінші матчында жеңіске жетіп отыр. Оған дейін жаңа Труба арена дейді ғой. Ғани Мұратбаев, оның алдында тағы да екі стадион болды. Біреуі жаңағы табиғи болды, естерінде болса әлдеқашан. Одан кейін Ғани Мұратбаев деген шағын алаң болды. Палас арена дейді ғой. Сонда төртінші аренасы Қайсардың. Негізі Қайсардың облыс басшылығына, Қызылорданың облыс басшылығына рахмет айтқым келеді, осы сәтті пайдаланып. Себебі ылғи бір стадион ескіріп қалса, жаңа стадионда дер кезінде салып үлгереді. Біз деген әлдеқашаннан бері осы стадионда келе жатырмыз ғой, мысалы. Жүшкенің өзін дер кезінде дайындамай жүреміз, мысалы. Сондай бір мәселелер бар да Ақтөбеде. Ал Қызылордада әйтеуір бір стадион ескіріп қалса, бірден екінші стадион бой көтереді. Оған да бір респект айту керек сияқты деп ойлаймын мен енді. Әрине, стадион мәселесі ол жалғыз Қызылорда емес, Қазақстанда бойынша ол. Бірақ расымен Ереке өзіңіз айтқандай стадион салынып жатыр. Қызылордада өте керемет. Мына компания расымен Ақтөбеде салынып жатыр. Әрине. Ол қазақстандық компания ма? Қазақстандық компания, Түріктермен араласып салып отыр ғой? Солай дейді. Расымен алдында премьер-министр келді ғой. Әлібай Мұшбеков ма?
Сонда бағасын берді ғой, расымен өте керемет стадион, 35 мыңдық, расымен ашылуын күтеміз. Қазіргі таңда Ақтөбенің бір сәнін келтіретін стадион болады деп ойлаймын өзі басы. Ең басы сапалы болса, уақытымен аяқталса сол жақсы ғой расымен. Ең басы оңға дейін неше түрлі адам сотталып кетпесе деген ниеттеміз ғой. Негізі біздің стадионның берілу уақыты 27 жыл ғой, келесі жыл. 27 күзінде ғой негізінде. Жылдың аяғы. 28 маусым басында кірсек, бір наурыз айында деген сияқты. 29-да кіреміз ғой, 29. 2 жыл осы, 2 жыл. Кезінде 20 жылдық күттік қой, 2 жыл деген қазірде өте салады ғой. Оңға дейін шамалы команданы тарсатып, шамалы Чехардан ұмытып, Еврокубке чемпиондыққа таласып, селекция жағында дұрыстап, әкімшілік жағында дұрыстап, солай ғана кірсек стадионға нұрсындар болады деп ойлаймын. Өз басым бір шамалы, өз жанкүйер ретінде, жанашыр ретінде арманым ғой, Ақтөбе топтық кезеңге шықса екен деп деген сияқты. Ең болмаса конференция лигасы. Конференция лигасына чемпионды айтпай ақ қояйын, бәлкім оған бір мықты мамандар керек шығар. Расымен чемпиондар лигасына шығу үшін, сондықтан да қазір жай жап жүйе құруға керек қой Ақтөбеге. Кеу жерлерді көзге ойыншыларын қарап, жас балалары. Енді ол проблема айтамыз, бірақ шетте қалып қояды. Оны қазір еститін құлақ болмаса, оған расымен. Біз айтамыз, жазамыз. Енді мына бүгін жеңістен кейін Ақтөбе 4-ші орынға көтеріліп отыр. Қазір енді 3-ші орын үшін Астанамен таласып жатырмыз ғой. 3-ші орын, иә. Бірақ Астанада 2 ойын әлі запаста, сондықтан да енді 3-ші орын қиындау. 4-ші орынға тым құрғанда 4-ші орынға табан тіреу керек. Сосын Ордабасы көбікте жеңімпаз болу керек деген сияқты сондай нелер ғой. Теориялық шанстар бар. Кезінде 24-те біз кубок алған кезде де біреу біздің арқамыздан Ордабасы, иә. Сол. Иә, міне Ордабасыға бумеранг болып келіп отыр ғой сол. Үшінші орын кубокты алдық. Иә, біздің арқамызда Ордабасы Еврокубокке шықты. Кутайсин ұтып болды. Ордабасының арқасында біз шығамыз деген үміт бар. Ең бастысы жаңағы алдағы ойындарға Ақтөбеде мықты не қалды ғой, ойындар қалды ғой. Қайрат келеді, Ордабасы келеді әлі. Сондықтан да бұл матчты қобыландар бәрі ұту керек деп ойлаймын. Сондықтан біз 4-те немесе 3-ке көтерілеміз. Енді 3-ке бір 12 ұпай емес, ары кетсе бір 6 ұпай шығар. Астанада ұпай жолдайды деп ойлаймын, себебі Астана бірақ. Сосын олар бізге келеді ғой. Бізге ойнайды ғой Астана. Біз үйде қабылдаймыз ғой Астананы. Тікелей қарсыласты. Жоқ, біз ойнап тастадық қой, 2-0 ұттық қой біз. Біз ойнап тастаған. 2 рет ойнап тастадық Астанамен. Қайратты қабылдаймыз ғой. Қайрат пен Ордабасын қабылдаймыз. Соларды ұту керек, бұл басқа Ақтөбе қазір жеңіс керек. Енді келесі ойын бізде Иртыш па? Құрылтай бар. Келесі аптаның демалысында. Жоқ, келесі апта не болады? Демалыс болады, құрылтай болады. Қазір командалар жарты айдан кейін шығады. Қазір енді. Бұл Ақтөбе үшін осы құрылтай осы Ақтөбе бұйырып тұрған шығар, бір қандай календарын ұзартып, шамалы ойындарын дұрыстап алсын деген сияқты Ордабасы. Бірақ енді қазір керісінше Ақтөбе бабында сияқты ғой, былай. Нақаду дейді ғой. Нақаду тұрған кезде ойнап алған дұрыс қой негізі. Бізде шамалы үзіліс болса бізде шамалы шайып кететіні бар команданың. Жоқ, қазір орындарда естерінде ма неде? Мына 22, 23, 24-терде Ақтөбе Самаровтар болды ғой. Қасымдар болған кезде 3 турды, алғашқы 3 турды 9 ұпаймен аяқтайды да. Бірінші орында тұратын едік қой. Сосын бірден перерыв болып кетеді да, үзіліс сборныйға. Үзіліс болып кетеді, сосын жаңағы Қасым, Шомко, Самород бәрі сборныйға кетіп қалады. Сосын бәрі шаршап келеді. Сосын келесі матчта міндетті түрде тең ойын, не болмаса. 2 апта үзілістен кейін жаңағы Нақаду тұрған команда танымастай өзгеріп кетеді ғой. Керісінше мынандай, енді мына Черевченконы айтып отырмыз ғой, бірінші келген кезде жеңілді, екіншісіне тең ойнады. Міне үшіншісінде жеңіп отыр ғой. Енді 3 түрлі нәтиже ғой, былайша айтқанда. Бірақ динамика бар да, жоғарыға қарай. Сондықтан да қазір мен керісінше команда бабында деп ойлап тұрмын қазір. Керісінше мына апта сайын ойнаса, мына апталық циклда ойнаса, онда команда еріскеде жақсы дайындықпен баратын еді. Жарақат бар ойыншылар, Ордес мысалы. Ол жағынан жақсы. Ордес бар, Бага бар, Қайыров. Солар мысалы Тапалов бар. Қалып келтірсе, жарақат қайырса, бәлкім
сол жағынан дұрыс, иә. Сол проблема болса так жалпы андай қатты не көріп тұрған жоқ. Сол Соған Ербол Каиров О-15-тің басшысы да кеше айтты неде бір подкастта біз Ордабасыға жанкер боламыз, Ордабасы отса кубокты алса бізде тоже шанс болады деп біз Ақтөбеде айтып жатыр. Иә. Біз жаңағы 3-ші орын үшін таласып жүрсек, О-15 4-ші орын үшін бізбен таласады дейсің ғой. О-15-те соңына дейін бір нететін сияқты. бар. Ең баса бензиндер таусылып қалмаса ол да Ұлытау сияқты. Мысалы Ұлытауда Күнтізбеде жақсы болу керек сосын. Мына біздің егер мына мән берсеңдер, біздің Ақтөбенің күнтізбесі өте ауыр ғой. Мына соңында біздің соңғы ойнайтын 5-6 турда бізде кілең Елімай, Ордабасы, Қайрат, сондай тобылмен аяқтаймыз ғой соңында. Кілең жоғары орын үшін таласатын фаворит командалар. Сондықтан да сондай қиын күнтізбеде ойнау команда үшін үлкен бір сын болады. Былтыр сондай күнтізбеден біз аман шықпай қалдық негізі. Ұлытауда ұтылдық, содан кейін Астанадан ұтылдық, тағы Елімайдан ұтылдық. Жалпы нағыз мына шешуші кезеңде біз ұпайдан шашу шығарып ештеңеге ілікпей қалдық қой 5-ші орыннан. Негізі Қазақстан чемпионаты басталғанда бізге ыңғайсыз календар қойды ғой негізі КФФ. Сосын ауыр ойындар қойды да бізді пока сасап жинаймын дегенше, ойын құрамыз дегенше қосыпты. Одан кейін августке келдік. Августте бір ай Ақтөбеде футбол жоқ. Мысалы бірінші лиганың өзі стадионда футбол ойнап жүр, мысалы. Бірінші лига ойнап жүр. Августте Қоғаланда да мысалы футбол жоқ. Ол Ақтөбе үшін деген бір ай футбол жоқ деген ол масқара ғой, мысалы. Иә. Бірақ жанкүйерлер сағынады, келесі жанкүйерлер сағынады, келеді. Жеңіс ойнаймыз ғой. 6 қыркүйекте Жеңіс полный стадион болады, солдат болады. 3 ойын ойнадық бүгін. 3 ойын сырт алаңда 3 ойын ойнадық. Енді 4-ші ойнаймыз ертішпен. Сосын тағы ұзақ уақыт кетеді. Құрылтай бар жаңағы. Жоқ, не? 30-сы, содан кейін 6 қыркүйек уже Ақтөбеде ойнаймыз келесі ойын. Жеңіспен ойнаймыз, Жеңіспен ойнаймыз. Құрылтайдың кесірінен мына ойыннан кейін ғой үзіліс ойын деп тұрған бізде қазір. Бізде үзіліс ойын деп тұрған 2 аптаға үзіліс ойын деп тұр міне. Осы ойыннан кейін, Бүгін 15-і болса, Ақтөбе мен Ордабасы 23-інде болу керек еді, осы болмай қалды да 30-ында енді ертіспен ойнаймыз сонда 15 күн. Таза 15 күн. Жарты ай. Жалпы айтамыз қиын тамыз айында біз Ақтөбеде футбол жоқ дейміз да. Осында КФФ-ның бір түсініксіз календары маған білмеймін. Айтайын ба, ол не үшін болып тұр? Мына себебі біз деген Атыраумен не алмастық, тура алмастық қой. Негізі біз үйде ойнауымыз керек еді. Тамызда. Сосын мына Ордабасымен де тамызда үйде ойнауымыз керек еді. Мысалы 2 ойын бар еді да. Біреуін өзіміз переносыппен Атыраумен ауысып алдық. Екіншісі мына құрылтайға байланысты жаңағы қазан айының аяғына қарай ысырылып қалды. Сондай мәселе ғой бұл жерде. Әйтпесе негізі болатын еді. Негізі болады, бірақ просто жанкүйерлердің айтамыз, футбол салынып қалды да, мысалы стадионда бірінші лиганы кеш толтырып жүр. Тамызда енді жаңа бізде Қобыланда да основа ойнамайтын болғасын дубльді тықты, сосын жаңа қыздар ойнады, сөйтіп қыздар футболы. Орын толтырып жатыр ғой, ең болмаса осыған келіп шамалы не істейсің, мауқын бассын деп. Ең бастысы мен бұл жерде бір проблема ойладым, газонды бөлдірмесеңші деп. Енді біз күнтізбеде отырмыз ғой, күнтізбеге қарайтын болсақ, міне Ордабасымен ойын бар, ертіспен сыртта ойнаймыз, сосын мына Ақтөбемен Жеңіс, өз алаңымызда Жеңісті қабылдаймыз, сосын Каспийге барамыз, Ақтауға, Ақтаудың. Өткенде мен айтып едім ғой, батыстың командалары тентіреп жүр деп, соны естіп қалдым ма? 2 күннен кейін үйге оралдым. Үйге оралдық деп салды ғой Каспий. Ақтауға барамыз, 13-ші қыркүйек күні, сосын Ақтөбе өз алаңында Ұлытауды қабылдайды. Сосын Семейге барамыз. Міне нағыз қиын календар осы кезде болайын тұр. Бізде қатарынан Елімай Ақтөбе, сосын Ақтөбе Қайрат, сосын оның араларында Ақтөбе Ордабасы бар, сосын Тобыл Ақтөбе. Осы 4 ойын көшбасшыларымен осы 4 ойын шешіп кететін сияқты негізі Ақтөбенің тағдыры осы чемпионаттағы. Дұрыс айтасыз. Солар шешеді деп себебі ең бастысы мықты ойындар, қызық ойындар ғой, расымен. Келесі маусымға кім қалады, кім кетеді дегенде осы ойындар шешеді ғой негізі. Төменгі
төменгі сатылардағы мына Алтай, Жетісу, Ертіс дегендерді неге таласып отыр ғой. Қайсардың өзі де міне жақын тұр екен. Төрел кестені қарап Атырау, Ақтөбе кесір. Атырау, Қайсар, Қызылжар, міне барлығы, Тобыл, Каспий барлығы неге жақын тұр ғой. Қауіпті аймаққа жақын тұр ғой. Жетісу мен Ертіс соңғы орында тұр. Нағыз чемпионаттың соңына таман қызайын деп тұр ғой. Талас деген. Құрметті жанкүйерлер, бізде мына телефон неге көп ұстайсыздар деп сұрап жатады ғой, бізде комментарий жазады. Біз мына статистиканы, мына турнир кестені, параллель матчтар қалай болып жатыр деген сияқты мәселелердің бәрін қарап отырамыз. Жаңағы құрғақ сөйлемеу үшін да барлығын цифрмен, статистикамен кетіру үшін, сондықтан да айып барлығын. Ешкім мына жерде келіншегімен переписываться етіп отқан жоқ. Қазір келем деп. Сондықтан да шамалы түсіністікпен қараңыздар деп айтқым келеді. Не дейсің Ереке өзің? Сол жаңағы Қайсар несі жаңағыдай Қайсардағы стадион бұйырса енді 5 жылдан кейін барлық қаласында болады деп үміттенеміз. Себебі жаңа Қайсар несін стадион көріп әдемі болып тұр. Кадр трансляция әдемі болып тұр. Жаңағы ледбордтары бар, жаңағы баличтермен активность болады. Бұрында, например, Астана Алматымен болды стадион. Ал қазір жаңа стадиондар салатқасын біз қуаныштымыз. Себебі не болады? Условия болады. Большой кеше біз айттық қой, Атырау туралы. Бұйырса Атырауға да жаңа стадион салып жатыр. Ақтауға да салып жатыр. Ол туралы айттық қой енді. Мына Қайсарға қатысты бір нәрсе, Андрей Ферапонтовтың өзі маусымның басынан бері қауіпті аймақта тұрса да, клубтың басшылығы сеніммен қарап отырды осы бапкерге, Андрей Ферапонтовқа. Естеріңде болса, көктемде біз Қайсармен ойнап 3-0 ұттық қой өз алаңымызда. Сол кезде осы матчтан ұтылса Андрей Ферапонтов отставкаға кетеді деген әңгімелер болды ғой. Инсайдерлер шығарды сол ақпаратты. Сондықтан да бірақ соған қарамастан Андрей Ферапонтовқа әлі де сенім білдіріп отыр команданың басшылығы. Қайсылар бапкерлерді до конца ұстайды ғой. Кумковтың өзі неше жыл. Соған мен жақсы көзқараспен қараймын. Өткен матчта біз Черевченко туралы айттық қой енді жаңағы. Көбісі айтып отыр жаңағы чемодан вокзал Ресей деген сияқты. Черевченко аут деп Атыраумен тең ойыннан кейін. Енді бүгінгі ойыннан кейін шамалы болсын өзгерген деп ойлаймын. Өзгерген шығар деп ойлаймын енді жанкүйерлердің пікірі. Өздерің қалай ойлайсың Черевченконың деңгейіне? Бүгінгі ойыннан кейін шамалы сенім пайда болды ма? Жалпы өз басым бірінші ойында да расымен күдікпен қарадым. Екінші ойында да. Енді бірінші ойында түсінікті, қызыл қағаз берді, жаңағы ойын шықпай жатты деген сияқты. Неше түрлі себептер бар ғой. Бірақ екінші ойыннан кейін Атыраудан кейін өз басым күдікпен қарай бастадым. Яғни замена өте кеш шығарады. Ордестер мен түсінген жоқпын, не шығармаған. Әрине менің тарапымнан емес, жанкүйерлердің тарапынан сұрақтар бар. Ордес тапалып түсінікті жарақат екен. Бірақ сонда да былай қарап отырсаң, кейде бір өзімізді кінәлаймыз ғой. Бапкерді кінәлаймыз. Бапкер неге бапкер ауыстырамыз, неге бапкер сөйтсек, мәселенің бәрі бапкер емес екен, мәселенің бәрі селекция ойыншылардан екен. Егер сен 10 жыл қаптал мен сол жыл қаптал мықты бразилик немесе сербтер ойнаса, ол ойынды алып шығатын еді негізі. Мықты себебі қазір қараңыз, біздің қорғаушылар 10 жыл қаптал, сол қаптал клиент жақсы келгенде ойыншылар. Біз әлі Досмағамбетті ойнап жүр, біз әлі стадион салып жатырмыз. Бізде әлі Досмағамбет ойнап жүр. Мысалы, команда жеке көшіп жатыр, мысалы. Біз әлі Досмағамбет ойнап, Танжарек тұсайып, 6-7 жыл oldu ма? 7 жыл oldu ойнап жүрген. Біз түсінбей жатырмыз сол ойыншыларды. Әлі бәлкім олар жаттығудан мықты шығар, расымен. Жаттығуда оларды ұстау өте қиын шығар. Соған шығарады. Енді Черевченко келетін болса, жалпы бұл бапкер бүгін ойын көрсетті, шама жанкүйерлердің ашуын басты. Себебі егер де бүгін ұпай жол атқанда, мана айтқандай Ақтөбенің жанкүйерлері қазір бұлай отырмас еді қазір.
я болмаса бір офиске ма стадионға келетін еді, ей қайда деген сияқты, нәтиже қайда деген сияқты. Әрине енді Черепченко білмеймін келесі маусым қала ма қалмай ма, бірақ қазіргі уақытта осы бапкермен осы маусымды аяқтауымыз қажет. Себебі қазір үш ойыннан кейін тағы қосылып тағы бір бапкер болатын болса, онда Ақтөбеге ешкім ойнағысы келмейді. Себебі қазір Нани бар, әлемдік жаңағы СМИ-лер шулайды, Ақтөбе барда, Чехарда то же самое деген сияқты. Бапкерге карт-бланш беру керек, контроль ұстау керек, нәтиже сұрау керек, болды, басқа ештеңе керек емес. Бәлкім ойын жүріп кетсе, бәлкім расымен үшінші орын алып беріп жатса, бәлкім келесі маусым көреміз. Қала ма қалмай ма, ең бастысы селекция дұрыс болса болды. Мысалы, үштік қазір команда Қазақстан чемпионатына келетін үш команда селекциясы қалай жалпы? Орда болсын селекциясы жақсы ғой. Йоханссон алады, Марк Гуальды алады, мысалы Қайрат деген сияқты. Бізде де ондай мүмкіндік бар, алатын игроктар бар. Әлемде ондай игрок көп қой. Расымен асықпай отсаң, скаутинг службамен жұмыс істесең, ондай ойыншылар бар. Бізде сол бөлім жоқ қой. Ол бөлім бізде жоқ, ақсап тұр. Осыған қарның ашады, әрине. Расымен Ақтөбені чемпион болғанға бәріміз қалаймыз. Үйдегі менің отбасымда бәрі де қалайды. Мен де айтады, басын салып тағы келдің бе, тағы ұпай жоғалттыңдар ма дейді. Әрине ашуым айтады. Ақтөбе ұтылған жағдайда мысалы ұпай жоғалтса басымыз ауырады расымен. Өмірімізде осыған жеңсе басымыз ауырып жазылады дейсің ғой. Жеңсе бір аптаға жетеді. Қайта обзорда қарайсың барып, қайта голда қарайсың, соғысқан қайта официальный жаңа страница қайтып қарайсың, ТКБ-ны қарайсың деген сияқты. Комментарий оқып келеді. Голда да қарайсың. Ұтылып қалса комментарий келмейді. Ол кезде бапкердің интервьюін полностью қарайсың да, не айтады екен деп. Ұтылса уже, бір сөйлем, все деген сияқты. Әрине уақыт беру керек Черепченко. Қазір білмеймін, бүгін ұтылғандар ұпай жоғалтқаны бәлкім білмеймін. Себебі жанкүйерлердің ойы көңіл күй мүлдем басқаша болатын еді. Мүлдем басқа болатын еді. Бірақ соса бәрін алып шықты. Жаңа Оджа ма? Оджа. Өте ассист жазады. Әрине бірінші моментінде бір қайсадан ойыншысына бұтына қарасына өткізіп жіберді, соған оғанып едім. Расымен деңгей бөлек ойыншы шамалы оғанда алаңға адаптация Қазақстан уақыт керек қой. Қазақстан чемпионат. Әрине жанкүйердің сұрақтары бар. Қожығы уақыт береміз, анелай 8-9 қалды ма? Ол пока үйреніп дегенше деген сияқты. Күдік бар да ол да. Қорқыныш бар сондықтан да. Енді ана заменаларды кеш жасайды деп жатты ғой, енді жаңа сен де айттың. Мына бүгін енді Оджоны заменаға дұрыс шығарды деп ойлаймын. Білемін. Дер кезінде шықты. Бірден дриблингпен де көзге түсті, сосын дәл уақытында жаңа пасты берді ғой Оджо деген. Әдемі бір қарымта шабуыл кезінде Даниэль Сосаның басына деген қолмен қойып бергенде қойып берді ғой бүйтіп пасты деген. Өзің Черепченко туралы. Енді жаңа бапкер енді ойын сайын енді жақсы нәтиже көрсетті. Мен айтқан, например, бірінші ойын ұтылды, екінші ойын ничья, үшінші ойын ұтты деген сияқты. Енді келесі енді дальше жеңістер тілейміз. Себебі только біздер жаңа уақыт береміз, болды, басқа ештеңе істей алмаймыз. Біздер қазір бастап уже келесі жылы команда дайындалыппыз ғой, келесі жылы қазір жаңа ойыншылар келді, например, 2 ай қалды. Қыркүйек пен қазан 2 ай қалды, например. Чемпионат бітуге біз уже келесі жылға уже қазір бастап дайындалу керекпіз. Сол ғой, мама мен айтайын дегенім себебі. Примерно, например, максимум 5 ойыншы алып тастап, косяк қалу керекпіз ғой. Косяк сақтап қалу керек. Алдыңғы ордабасы Қайратта жыл сайын жетеді, косяк сақтап қалады. Біз аламыз 90% контракт бұзып тастаймыз, келесі маусым тағы отырамыз. Ана ойыншы жоқ, мына ойыншы жоқ деп. Олай болмайды, олай ешқашан Ақтөбе чемпион болмайды, чемпиондықтың ойлы ішке де ілінбейміз моторымызды. Жыл сайын маусымда ауыстырмаймыз. Точно усиление жасап үйрену керек қой бізге. Точно. Мына позиция біздегі ренжімесің, жанкүйерлер болсын, біз бар, сіз бар, айтып келдік. Оң қапталың слабый, әлсіз, сол қапталың әлсіз. Айтып келдік. Мысалы деймін да,
келесі маусымда алды, сол оң қапталын сол қапталын точно өлшең жасау болды. Келесі маусымға дайын болып отырасың. Дәл сол сияқты ғой. Бізге усиление точно өлшең жасау үйрену керек. Әйтпесе біз отырамыз неше түрлі агенттердің арқалап ана агенттің бүйтеді, мына сөйтеді деп. Әрине басшылыққа да, клубқа да, жаңа медиа жағынан балдарға да сәттілік тілеймін, расымен. Болады, развитие болады. Ең бастысы тек айлықтарын уақытта төлеп отырса, поддержка беріп отырса, бәрінде болады ғой. Бәрі адам баласы, хорошо, там жұмыс жағынан минустар болса, бірақ оның бәрі уақытша ғой. Ең бастысы клуб, футбол, Ақтөбеде футбол бар. Біз басқа команда емеспіз, Орал сияқты, там басқа қалға сияқты. Жанкүйерлер бар, требовать етеді, сондықтан да результат болу керек деп ойлаймын. Бұл әрине бірінші победа емес, әлі естеп шығар, бірінші оттан көбейді сөйтіп деген сияқты. Бұл эмоция бар, эмоция болады әрқашан. Бәрімізде арманымыз сол. Ақтөбені жақсы нәтиже жеткізу деген сияқты. Жанкүйерлердің айтқан, жанкүйерлердің әрине мен де оқимын, маған да жазады. Бұл бүйтіп айтшы, бүйтіп сөйтіп айтшы. Типа неге кездеспейді жанкүйерлерім деген сияқты сұрақ туындайды. Мен айтамын, мен клубта жасамаймын, просто ақпарат таратамын болды. Бар жоқ деген сияқты. Сондықтан да барлығына сабырлық тілеймін, ең бастысы Ақтөбе әлі өзін көрсетеді деп ойлаймын. Енді Черевченкоға қалай менің білуімше басшылық мынандай не қойған, мақсат қойған, міндет қойған. Егер осы маусым аяқталғанша кемінде 3-4 орында табан тіресе команда, онда келесі маусымға қалуға мүмкіндік бар блокерге. Яғни мына жоғарыда айтып отырмыз ғой, енді қиын күнтізбе келе жатыр Ақтөбенің нағыз шешуші матчтары, Ордабасыға қарсы, Қайратқа қарсы, тағы да мықты Елімай, Тобыл бар. Сол нағыз сол ойындарда егер жеңімпаз болып шығып шынымен де жанкүйерлер мойындап жатса, мынау шынымен де Черевченко деген біздің ойлағандай бапкер екен деп жатса, онда басшылықта келесі маусым келісіп алдағы маусымға қалдырады деп ойлаймын мен. Себебі былтырда мысалға Костовта жаңа осында күнтізбеден аман шыққан жоқ қой. Биылда біз қарап отырмыз, жаңа Ордабасыдан да ұтылдық, Қайраттан да ұтылдық, әртүрлі бапкер. Елімай. Осындай Путаркович та бар, Костов та бар, Елімайдан да ұтылдық. Сондықтан да білмеймін енді. Осындай нағыз ключевой кезде егер жеңімпаз болып, мысалы тіпті Айдаспанға бір шығарып үшінші орынды алып берсе, онда қола медаль алып берсе, онда Черевченкоға барлығы сенеді деп ойлаймын, басшылық та сенеді, жанкүйерлер де сенеді. Бірақ енді қазір ол үшін жаңа чемпионат, жаңа ойыншылар, сондықтан да ол әлі бейімделу үстінде. Ол бір айдан кейін асқан шығар, қалаға келген жалпы Қазақстанға алғаш келіп отыр. Қазақстанды білмей тұр. Соның алдында мысалы Костовты да мақтап, мен есімде ана бір 2015-тен бері қарай Костов жайлап жұмыс істей бастады ғой Қазақстанда. Шахтерде істеді, Каспийде істеді. Сол кезден бастап жанкүйерлер Костов деген күшті көрсетеді, жаңа романтичный футбол көрсетеді деп бұрыннан бері жазып келе жатыр ғой, бұрыннан бері ше. Сол басшылық құлақ асты ғой. Міне жанкүйерлер айтып отыр, Костов күшті деп. Алып келейік Костовты. Өздерің көріңдер. Ақыр сонда Костов деген қалай қуып шыққан білмей қалдық қой, мысалы жанкүйерлер өздері қуып шықты ғой, мысалы. Дұрыс па? Солай ғой. Жақсы деп алып тастады, орнына Путарковичті алып келді. Еуроға шығарған Словакияны. Словакия құрамасын Еуроға шығарған бапкер ғой. Аты бар. Мейлі жаңа федерацияда істеп жатса да, әйтеуір енді еуропалық бәрі айтты ғой. Советский тренерлер неге алып келе бересіңдер? Постсоветский елдерден. Украинецті алып келесіңдер, то нелер алып орысты алып келесіңдер, то белорусты алып келесіңдер деп ше. Бізге еуропалық бапкер керек дейді. Оны да тыңдады ғой, жанкүйерлердің айтқан тыңдады. Міне еуропалық бапкерді алып келді. Оның да қолынан келмеді. Рас қой енді, өзіміз бәрін көріп отырмыз. Сосын барып, міне Ресейден аты бар, заты бар бапкерді алып келді. Кезінде мәскеулік Локомотивпен Ресей кубогын жеңген, сосын жаңағы Тәжікстанның өзі де несі чемпионаты немесі осал емес негізі. Азиатский чемпиондар лигасы бар ғой, соның өзінде соған қатысып
шейхтардың командаларын ұтып жүрген не ғой бапкер мысалы айтқанда Сауд Арабиясының тағы да басқа араб елдерінің командалары 3 жыл қатарынан чемпион болған Тәжікстанда. Сондықтан да білмеймін, енді уақыт беру керек. Өткен подкасттарда да бұған дейінгі подкасттарда айтып жүрік қой, шамалы сабыр керек, төзім керек. Шетелде бапкерлерге кемінде 3 жыл береді өзінің командасын құруға, сосын өзінің тактикасын дұрыстап орнықтыруға барлығына. Біз неге бере алмаймыз? Әр 2-3 ай сайын біз бапкер ауыстыра бергеннен ол ешқандай пайда шықпайды. Дарковичтің өзі кемінде менің білуімше 8 айлық компенсация алып кетті мысалы. Ол деген бір шама ғой. Әрине. Ол соны ақшаны алмай кетпей жүріп алды ғой. Көріп жүріп алды. Ақтөбеде жүрді мысалы. Жалбыров бапкер болып тұрған кезде. Сондықтан да барлық істі дұрыстап немен, санамен, ақылмен жасау керек. Ешқандай эмоциямен емес, бізде эмоцияға беріліп кез келген нәрсені алып тастап бүйтіп қуып жіберіп деген сияқты сондай нәрсеге жаман үйреніп алғанбыз, оны қою керек. Нешінші рет айтып жатырмыз шынымен де. Сондықтан да енді Черевченкоға сенеміз. Осы қиын ауыр кезеңде команданы алып шықса, былтыр енді 5-ші орында аяқтадық қой. Одан жоғары аяқтаса, онда Черевченкоға плюс болады деп ойлаймын. Алып қалуға болады келесі маусымға. Енді келесі ойынымыз 30 тамызда болады. Ақтөбе ертіске бармағанға қанша жыл болды? 5-6 жыл болған шығар ертіске бармағанға. 2019-да енді олар жауып қалып, мүлдем басқа команда ғой. Юридически ше. Бізде сондай жақсы көреді жалпы ана жеңісте әлдеқашан жауып қалды мысалға ше, банкрот болып. Новыйдан ашылған команда ғой жеңіс деген. Елімай да сол ғой. Бірақ бұрынғы нелердің титулдарын нетіп алады да, өздерін иемденіп алады да. Ойбай, біз тарихи Елімайымыз біз деген сияқты. Ол деген мүлдем юридически мүлік команда ғой. Мен сондай нәрсені түсінбеймін. Жаңа тарих ол мүлдем. Сондықтан да Павлодарға ол ана Ақсу ойнаған кезде де бардық қой. Павлодарға Ақсу ойнады ғой. Осы Бердикке дейін ойнады ғой 2023-ке дейін ба, 23-ке дейін. Ертіс шығып Ақсуды алып тастады ғой. Сол Ақсуға бардық, Павлодарға ертіс жабылған кезде де. Сондықтан да енді ертіспен қайтарына ойнаймыз. Ол жақта қазір бас бапкер кім? Неше түрлі бапкер ауыз болды, шатасып қалды. Ұлтаның помощник кім еді? Кім ғой, кім? Ислам ба? Ислам ба сондай, Ислямов ба сондай. Ислямов ойдым, Ұлтаудың бұрынғы бапкері. Олар енді қазір қауіпті аймақта тұр. Оларға да жеңіс керек. Ақтөбеге де жеңіс керек. Қайсарда бүгін зона вылетадан шамалы алыстауға мүмкіндік болды оларды. Бірақ қолда тұрған жеңістен айырылып қалды. Сондықтан да ертісте енді бізге жақсылап көрсет, талас көрсет. Өздерің не ойлайсыңдар? Жалпы өз басым бұл ойында Ақтөбе синтетика деп ойлайды. Бірақ жаңа алған синтетиканың аты синтетика ғой қазір. 2009-да 2020-да соңғы ойын ойнады ғой ертіспен. Білмеймін, Черевченко тағы да бір мүмкіндік қой өзін көрсетуге. Расымен 3 ұпай алсақ бұл ойында өзіне бір жақсы жол деп ойлаймын. Ол кезде жанкүйерлердің де хейтінде қалмайды. Ойыншылардың біразын уже жалпы айтқанда нәтиже ойын сұрайтын уже уақыт келді деп ойлаймын. Ода тут ойын ғой расымен. Танысты, команда танысқан шығар. Сондықтан да ертіспен отөрек төмен басқа Ақтөбе қазір жеңіс болды. Басқа ештеңе емес. Тең нәтижеге қанағаттандырмайды. Тең нәтиженің өзі қазір Ақтөбенің ұтылғанмен бірдей. Сондықтан да қызық ойын болады деп ойлаймын. Енді турнир кестеге қарасақ, ертіс Павлодар қазір соңғы орында келе жатыр. 16 команданың ішінде 16-шы орында 17 ұпаймен небәрі. Ақтөбеден 2 есе ұпайым айырмашылығымен қалып келе жатқан команда. Бірақ біздер жақсы көреміз осындай командаларға ұтылғанды. Сол ғой айтайын. Осындай командалармен тең ойнағанды жанымыз сүйетті. Бұрыннан келатқан ғой, история ғой. Кезден білсің бе? Энергетик деген команда болды ғой. Энергетик бір очко болды ғой. Петропавл ма? Чемпионат бойында. Сол бір очко Ақтөбе алды. Соңғы турда дейсің ғой, Сосын золотой матч ойнады ғой, алтын матч.
пятикратный чемпиондар ойнайды ғой, бестіркі чемпиондар ойнайды былай айтқанда. Пятакампиондардың несі. Иә, енді манағы айтып отырмын ғой, Иә. юридически басқа команда. Басқа команда, бірақ пентакампион деп. Ол кезде несінде эмблемасында Иртыш деп орысша жазылып Иртыш, тұратын еді. Қазір енді Иртыш деп топтың суреттер туралы. латиницамен жазып. Ол Иртыш енді мықты еді ғой, шынымен де. Ұлықбек Бақаев деген тарихи мықты команда еді ғой. Мұрат Тлешев сол жақтан бізге ауысқан. Мен бірінші рет 2002-де бардым. Ақтөбемен ойына, сол кезде Ақтөбемен Иртыш ойнаған. Сол 2-0 ұтылып қалғанбыз. Сол кезде Иртышмен мықты болды. Ол Иртыш чемпион болған. 2000 жылдардың басында неткен ғой, дүркіреткен ғой біршама. Ертіс пен Атырау кәдімгі не болған ғой. Гроза. Чемпионаттың несі болған ғой, фавориттері болған ғой. 2001-2002-де Ертіс алады, күміс жүлдегер Атырау болады. Сондай болған ғой. Екеуі бір-бірімен таласады. Сосын ол кезде Атырауда кім Вайт Талғаев деген паспортер болған. Ертіс деген кәдімгі Дмитрий Агай болды. Иә, Дмитрий Агай болды ма? Агайдың осы характерін айтып маған бар. Бекбаевтар айтады ғой, мысалы, жаттығу тұрса кім күледі, жаттығудан шыға жүреді дейді. Сондай бапкердің несі характер мінезін айтты маған сондай. Болжамың қандай Ереке өзің? Бұйырса баратын шығармыз енді Павлодарға. Иә, ұтамыз деп ойлаймыз. Амин. Ұтамыз енді соңғы орында команданы ұтпасақ енді кімді ұтамыз? Иә, ол кезде қазір Ақтөбе ойыншылары уже серпіліп алған сияқты деп ойлаймын. Себебі ой жеңіс Иртышты уже былай да ұтады деп ойлаймын. Қазір команда желап бабында келатыр ғой. Бірақ искусствен жарақат алмаса екен деп ойлаймын. Басы. Ауызбіршілік бәрі қаржылық мәселесі жоқ. Қазір команда жақсы бабында болса болады деп ойлаймын өз басым. Ешқандай проблема болу керек Ақтөбеге қазір. Ақша туралы вообще проблема болмау керек қой Ақтөбеде. Нани бар жерде. Бірақ ондай проблема бар өкінішке қарай. Өкінішке қарай бар. Сондықтан да білмеймін. Оған дейін жағдай дұрысталып жатса бәлкім. Деп сенеміз, әрине жеңіс болу керек басқа Ақтөбеге баратын. Мына матчтан кейін демалыс беретін шығар енді командаға, иә? Құрылтайға байланысты ана матч болмайды. Бәлкім бір апталық, үш күн демалыс беретін шығар мүмкін шамалы команда демалып. Үш ойын қатарынан сыртта ойнады ғой. Сондықтан былай да былай логистика бар. Оның үстіне біреуі білсе біреуі білмейді. Жаңағы команда деген Шымкентте не өткізді ғой, сбор өткізді ғой. Сол Шымкенттен автобуспен барды неге Қызылордаға. Мысалы, оның өзі де оңай емес. Ешқандай ұшақ емес, пойыз емес, автобуспен бару деген команда үшін қиын нәрсе. Сондай жағдайда ойнап жеңіске жетті, мінезі көрсетті. Ақтөбеліктер сондықтан да демалыс беретін шығар. Кемінде бір 3 күн демалыс беретін шығар. Өз елдеріне барып, отбасыларымен көрісіп деген сияқты сондай мүмкіндік беріп қалса, онда құба-құп болар сөзсіз. Неше минут болды біздегі подкастта? Сол уақытымыз аяқталды. Рахмет, 21-ші подкастымызды өткізіп енді бұйырса. Матчтан кейін бірден жазып отырмыз ғой. Тіпті мына Игорь Черевченконың әлі пресс-конференциясын тыңдаған жоқпыз. Матчтан кейін бірден жарты сағаттан кейін, иә, бастап кетті. Бұйырса енді ертең шығып қалатын шығар. Алла қаласа. Сол жақсы. Аяқтаймыз. Жақсы сау болыңыздар. Иә, ақтөбеліктер жеңіс құтты болсын. Біздің ТКВ подкастымыздың YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар. Бізде 80% оқырманымыз тіркелмей қарайды екен. Комментарий жазыңыздар, лайк қойыңыздар. Бізді қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізді одан сайын жұмыс істеуге, сіздер үшін контент жасауға шабыттандыра түседі. Нұреке, рахмет бізге келіп осылай өз пікіріңді айтып бөлісіп жатқаныңа. Келіп тұр, есік ашық, білесің, жеңіс құтты болсын. Бірге болсын. Құрметті ақтөбеліктер, жеңісті күндер жүздескенше. Жақсы.